Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сіздердің назарларыңызға бүгін жалпы жай сөйлемнің құрылымдық мағыналық типтерінің бірі белгілі жақты сөйлем мен жалпылама жақты сөйлемнің сипаты туралы мәлімет ұсынғым келеді. Жалпы жай сөйлемді құрылымдық мағыналық типтеріне қарай бірнеше топқа жіктейді. Бірінші, сөйлем құрылымында болымсыздықты білдіретін грамматикалық құралдың бар жоқтығына қарай болымды сөйлем және болымсыз сөйлем деп жіктейді. Болымды сөйлем шындық құбылысты айқындайды, болымсыз сөйлем шындық құбылысты жоққа шығарады. Синтакстік мүше құрамдарға бөлінуіне қарай сөйлемді мүшеленетін сөйлем және мүшеленбейтін сөйлем деп жіктейді. Мүшеленетін сөйлем бұл сөйлем мүшелеріне жіктеледі, ал мүшеленбейтін сөйлемді сөйлем мүшелеріне жіктей алмаймыз. Грамматикалық негіздің сипатына қарай сөйлемді екі құрамды немесе екі негізді сөйлем дейді. Бұл кезде сөйлем тұрлаулы мүшелермен беріледі. Грамматикалық құрылымына осы тұрлаулы мүшелер негіз болады. Бір құрамды немесе бір негізді сөйлем бір тұрлаулы мүше арқылы грамматикалық негізге ие болады. Тұрлаусыз мүшелерінің қатынасына қарай жайылыңқы немесе жайылма жай сөйлем, яғни тұрлаусыз мүшелері құрамында бар сөйлем, және жалаң сөйлем тұрлаусыз мүшелер жоқ сөйлем. Құрамының толықтығына қарай, яғни ойға қатысты мүшелердің бар жоқ болуына қарай толымды сөйлем және толымсыз сөйлем деп бөледі. Ойға қатысты мүше түгел синтаксті қатарда айтылып тұрса, ол толымды сөйлем, ал толымсыз сөйлемде ойға қатысты мүшенің синтакстік орны бос болып тұрады, бірақ оның бар екендігі сөйлем мазмұнынан анықталып тұрады. Ойға қатысты мүшесі түгел болмаса, яғни синтакстік қатарда бос орын болса, ол толымсыз сөйлем болады. Сөйлемді күрделендіруші синтакстік элементтерінің айқындауыштардың, қыстырма құрылымдардың, бірыңғай мүшелердің болуына байланысты немесе олардың болмауына байланысты күрделенген сөйлем және күрделенбеген сөйлем деп бөледі. Күрделенген сөйлемнің құрамында күрделендіруші синтакстік элементтер болады, ал күрделенбеген сөйлемде күрделендіруші синтакстік элементтері болмайды. Жалпы осының ішінде біз бүгін мүшеленетін сөйлем, оның ішінде екі құрамды немесе екі негізді жақты сөйлем, бір құрамды және бір негізді сөйлем болатындығын жаңағы жіктелмеде айттық. Оның өзі бір негізді бір құрамды сөйлем белгісіз жақты, жалпылама жақты, жақсыз немесе жанама жақты деген түрлерге жіктеледі. Біз жалпы бір негізді сөйлем дегеніміз грамматикалық жағынан бір ғана предикативтік бас мүше құрылымында келіп, субъектілік бас мүшемен толықтыруды қажет етпейтін жай сөйлем түрін атайды. Бұл жерде предикативтік бас мүшенің негізгі қызметі ол баяндауыш, осы қызметті атқарып тұрады, ал субъектілік бас мүшемен толықтыру деп отырғаны, яғни бастаушын арнайы айтуды қажет етпейтін сөйлемнің түрі. Бір негізді немесе бір құрамды сөйлемдер субъекті мәнінің берілісіне қарай бөлінеді. Бұл белгілі жақты сөйлем, жалпылама жақты сөйлем, белгісіз жақты сөйлем, жанама немесе жақсыз, жанама жақты немесе жақсыз сөйлем деп бөлінеді. Бір негізді белгілі жақты сөйлем арнаулы бастауышты қажет етпейді. Оларды атап көрсету артық болып саналады. Егер оларды сөйлем ішінде арнауы атасақ, мағына әлсірейтін сөйлемдерді айтады. Мысалы, баламай келші басын көтерейік, өліме тіріме, тек ашуыңды аулаға алып әкет, болды, бар деген. Осы баламай келші дегенде келші баяндаушы екінші жақта тұр, сен келші, біз басын көтерейік деп, оның грамматикалық бастауышын қосатын болсақ, баламай келші басын көтерейік деген сөйлемнің мағынасы дәл осы күйінде болмайды. Грамматикалық бастауышын қосып айтатын болсақ, ол мағына әлсірейді. Сондықтан бұндай сөйлемдер, белгілі жақты сөйлемдер, олар құрамында грамматикалық бастауыштың арнайы айтылуын талап етпейді. Белгілі жақты сөйлемдер деп аталатын себебі де содан, оның жағы, яғни бастауышы бар, табуға болады, бірақ олар сөйлем ішінде айтуды қажет етпейді. Бас мүшенің күрделі түрлерін жасалу, яғни белгілі жақты сөйлемнің баяндауышының жасалуы, бұл бірінші көсемше мен көмекше етістіктің тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, тағымды жұтып тымсырайып отырсыңдар, тымсырайып көсемше етістік, отырсыңдар, отыр көмекше етістігін тіркесу арқылы жасалыптыр. Есімше мен көмекше етістіктің тіркесінен жасалады. Жаман, сасық ұрыңды тапқан екенсің. Үшінші, ұлшы тұлғалы етістікпен бұл немесе е көмекше етістігінің тіркесу арқылы жасалады. Ауыздарыңнан шығарушы болмаңдар.
Сол тәрізді бір сөздің қайталану арқылы жасалады. Бір қимылды істеуін істедің, енді сақ бол дегенде, істеуін істедің деген бір сөздің, істе сөзінің қайталануы арқылы баяндауыш жасалып тұр. Де көмекші етістігі тіркескен төл сөзден жасалады. Аш арығымды асырап жүрмін дей бер. Сондай-ақ тұрақты тіркестерден жасалады баяндауыш. Ел аузынан қақпақ болып көрші. Есім сөзбен көмекші етістігін тіркесу арқылы жасалады. Әй, шырағым балам, әуелі ар жағыңда әкең тұр, сәлем бер. Белгілі жақты сөйлемді құрылымдық түрлерге жіктейді. Бірінші бір компонентті, яғни тек қана бас мүшеден, яғни баяндауыштан тұратын белгілі жақты сөйлем. Жаса, жайна, жадыра, жаңар далам дегенде тек қана баяндауыш мүшеден жасалып тұр. Жаса, жайна, жадыра, жаңар деген. Екі компонентті, бұл екі компонентті белгілі жақты сөйлемнің құрылымында толықтауыш және бас мүше болады. Басыңызды көтердіңіз бе? Апасына айтайыншы. Үш компонентті болады, яғни анықтауыш, толықтауыш және бас мүшеден құралады. Артық күнді көріп алармыз. Сол сияқты толықтауыш, пысықтауыш бас мүшеден құралуы мүмкін. Оны кезінде көрерміз. Жалпылама жақты сөйлемдер дегеніміз бас мүшесі белгілі бір жақтық тұлғада тұрады. Бұл кезде ол көбіне екінші жақта келеді, ішінара бірінші және үшінші жақта да келе алады. Сөйлем семантикасы жалпыланған жақтық мәнді білдіреді. Соған сай іс-әрекет үш жаққа тән болып көрінетін бір негізді сөйлемді жалпылама жақты сөйлем дейміз. Ал осыдан соң мықты болсаң тырыспай көр. Баяндаушы тырыспай көр деген екінші жақта тұр, сен тырыспай көр деп. Бірақ қандай да бір мықтылықты дәлелдеп тұрысу тек екінші жаққа ғана қатысты айтылып тұрған жоқ. Ол бірінші жаққа да, екінші жаққа да, үшінші жаққа да қарата айтылып тұрғандықтан бұл жалпылама жақты сөйлем болып табылады. Жалпылама жақты сөйлемнің жасалуы баяндауыштары екінші жақ жіктік жалғауымен келеді. Мәңгі жасайтындай алысасың, жұлысасың. Екінші жақта тұрып, сен алысасың, сен жұлысасың деген тұлғада келгенімен, бұл жалпы адамзатқа қатысты, оның өміріне қатысты ақпаратты айтып тұр. Яғни бірінші жаққа да, екінші жаққа да, үшінші жаққа да қарата айтылып тұр. Сондықтан бұл жалпылама жақты сөйлемге жатады. Сол тәрізді мақал мәтелдер мен афоризмдер осы жалпылама жақты сөйлемге жатады. Қысыла қыз болдым. Бірінші жақта айтылғанмен, бұл үш жаққа да жалпылама қатысты. Мақал мәтелдердің, афоризмдердің үшінші жақтық тұлғаларында да жұмсалады. Мысалға, сұрай меккені де табады. Ол табады деп тұрғанмен, бұл үш жаққа да ортақ жалпылама жақты білдіріп тұр. Назарларыңызға рахмет. Пайдаланған әдебиеттер негізгі қазіргі қазақ тілі оқулықтары және жай сөйлем синтаксисі